Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге картофель пай қосылып дайындалатын ерекше салаттың рецептісін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен картопты осылай үкіштен өткізіп аламыз да, суық суда 3-4 рет жуамыз. Онан соң таза сүлгіге немесе салфеткаға қойып, картопымызды кептіреміз. Қызып тұрған майға осылай аз-аздан салып, қатты отта қызарғанша қуырып аламыз. Картофель пайымыз дайын. Енді салатымызға қажетті ингредиенттерді тура видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Туралған ингредиенттеріміздің барлығын табаға салып, соңынан картофель пай мен майонезімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатымыздың бетіне тағы да аздап қана картофель пайын саламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.